Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен осындай қышырлақ әдемі болатын, арасы қабат-қабат болатын қаттаманың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге керекті заттарымызды дайындап аламыз. Бізге керекті заттар осылар. Ең алдымен қантымыз бен тұзымызды суға ертіп аламыз. Суымыз міндетті түрде жылы болуы керек. Еріген соң ашытқымызды салып 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Енді орташа көлемдегі бір жұмыртқаны және бөлме температурасындағы сармайды, кейіннен майонезді саламыз. Салып болған соң барлығын жақсылап кішкене араластырып жібереміз. Өзімізге керекті ұнымызды електен өткізіп, жақсылап қамыр илейміз. Және де осы видеоның астына бізге керекті заттардың құрамын жазып кететін боламын. Бірақ ұнның өлшемі кішкене басқаша болуы мүмкін. Біреулерде көп, біреулерде аз болып қалуы мүмкін. Сол үшін өздеріңіз көз мөлшермен қамырдың жасалуына қарай бақылаңыздар. Қамырды илеген кезде тым жұмсақ, тым қатты қылмай, орташа қылып илейміз. Міндетті түрде қамырдың июін қандырып илейміз. Кейін илеп болған соң қамырымызды 30 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 30 минут өтті, қамырымыз дайын. Қамырымызды өзіміздің қалауымыз бойынша зуалаға бөліп дайындап аламыз. 6 зуала шықты. Осы 6 зуаладан 7 қаттама жасадым. Енді бетін жауып қоямыз. Кішкене 5-10 минут күтіп, кейін қамырымызды жая берсек болады. Енді әдемілеп қамыр жаямыз. Қамырдың тек 2 шетін ғана басып отырып жаямыз. Сонда ортасы жұқа болып қалмайды. Қамырды міндетті түрде жұқа қылып жаямыз, сонда әдемі шығады. Кейіннен бетіне құятын майымызды ертіп дайындап аламыз. Кәдімгі сармай қоссаңыздар да болады. Сармаймен араластырып, қойдың іш майын да қоссаңыздар болады. Мен кәдімгі сармайды ертіп, ішіне сұйық майды араластырып жібердім. Енді майымызды жақсылап жағып аламыз шет-шетінің барлық жеріне. Жақ болған соң оқтауымызға осылай ораймыз. Кейіннен дәл ортасынан кесіп, бұны да ораймыз. Қамырымызды морозилікке 20 минутқа қойып аламыз, себебі кішкене сармайы қату керек. Кейіннен морозиліктен алып, қамырларымызды жайып дайындап аламыз.
Кейіннен қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аласыздар. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан әркімде әрқалай уақытта піседі. Және де мен осындай қазанның қақпағына да пісіріп аламын. Бұл да әдемі шығады газге. Астына май құйып, осылай екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Біздің қаттамамыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Және де бұның арасына пияз қосып жасасаңыздар да болады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Әдемі шығады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Видеоның астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Айгерім.